Ай. Қолым жетпей жатыр, достар. Достар, сіздерден өтініп сұраймын. Осы видеоның астында қарап кетіңдерші дәл қазір. Егер де подписаться кнопкасы қызыл түсті болса, достар, мен қолым, достар, қанша тырыстым, астынан, үстінен, достар, жетпей жатыр, достар. Өтінемін, сіздер тіркеліп, мен Ардамды қолдап, мен Ардам дамуына көмектесіп кетіңіздер. Егер де, достар, осы видеодан кейін мен Ардамда 190 мың подписчик немесе осы видеода 15 мың лайк жиналатын болса, келесі видео Кигачбек пен вызов принт видеосы шығатын болады. Ал енді біз видеомызды жалғастырамыз. Я все қара, менде 5000 теңге бар. Я крутой, ақшам көп менде. Менде де 5000 теңге бар, қара. Кеше әжем берген. Онда давай бүйтейік. Челлендж жасайық. Кім челлендж ұтады, сол осы 2-5-ге 10.000 теңге ұтып алсын. Давай. Кетті меніңше. Хай достар, барлықтарына сәлем. Сеніммен бүгін мен Бексұлтан және де Асека. Достар, бүгін біздің арнамызда өте керемет жандан контент шығайын деп тұр. Бұл контент, достар, бірден айтайын, қазақ ютубында мүлдем болмаған. Но это не точно. Бүгін Асмыр 5000 теңге және мен 5000 теңге шығарып, екеуміз ортаға 10.000 теңге шығарып, челлендж ұйымдастырмақшымыз. Достар, челленджға келетін болсақ, бүгін бізде мына жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тапсырмалар бар. Егер де осы тапсырмаларды кім ең соңғы болып жасамайым, мен бұны жасай алмайым десе, сол адам ұтылып қалады. Ал кім барлық тапсырмаларды шыдап жасайтын болса, сол осы 10.000 теңгені ұтып алатын болады. Ал енді достар, біз видеомызды бастаймыз кеттік. Достар, ең біріншіден кім ең бірінші тапсырманы таңдайды, соған сульфа жасап жейді. Кеттік. Сулифа. Достар, сульфада мен өттім, енді ең бірінші тапсырманы мен таңдайтын боламын. Ал достар, мен мына жердің барлығынан ең бірінші, достар, өзіме қызық болып тұрғаны бірді таңдайық, достар. Бірінші, самый бірінші бірді. Ал, оны ашайық. Және де бұл жақта шугаринг жасау керексің аяғына дейді. Ема! Шугаринг деген андай шулатың ғой шашты. Ал достар, бірінші тапсырманы мүлт кетпей орындайық. Мен смело орындайын деп ойлаймын. Алғашқы тапсырманы орындайық. Аяғымды дайындап қойдым. Ема, давай, Асек, баста. Міне достар, шаш деген бар енді. Негізі достар, менде шаш көрсетпейді, бірақ та. Короче, мынандай нәрсе аптекаға барып сұрап көрдік. Мың бір нәрсе тұрады дейді ғой, достар. Қойдым ал. Ема, достар, мынау деген кәдімгідей аяқтан жота күйдіріп жатыр ма бір нәрсе. Ал достар, қазір жыламмен ең бірінші осылай сылап алу керек. Қорқып тұрмын мен деген. Достар, көп жылмады, бірақ та міне достар, көріп тұрсың ба, Асек? Міне достар, шаш жылып жүр. Достар, алғашқы тапсырманы мен өте жақсы орындадым деп ойлаймын. Егер де сіздерге мынау тапсырма мен дұрыс орындадым ба, дұрыс орындамадым ба, комментарийға жазып кетіңіздер. Біз ары қарай челленджімізді жалғастырамыз. Ал достар, келесі кезекте Асмұрат. Қандай таңдайды екен Асмұрат? Қызық болып тұр. 4-ті. Нені таңдайсың? 4-ші тапсырма. Давай көрейін. Ал. Так. Басына жұмыртқа жарылады дейді. Ё-моё. Басына бәңге жұмыртқа жарып жібереміз, а? Давайте, достар, жұмыртқаны мен нетем, орындайсың ба бұл тапсырманы? Дайынсың ба? Дайын. Қорықпайсың ба? Ал енді осы тапсырманы орындай. Ал достар, енді маған қазір Бека басыма жұмыртқа жарады міне. Ал давайте, достар, кеттік. Асека олай тұрам дейді, лучше негізі. Мына жағымен тұрмын, мына жеріне жарып. Все, Все, достар. Ё-моё. Қалай, Асек? Достар, қараңдар, жарылып кетті мұны. Лучше, достар, ағып кетпей тұрғанда мұнан қазір. Лучше сразу мусорға тастайық. Че, ощущение как? Ауырады қатты, жестко ауырады. Анша ауырмайды ғой, қойсайшы. Мына жерін бүкілі май болды енді шаш. Ал, Асылмұрат тапсырма орындалды, нағыз жігітсің. Ал енді келесі тапсырмаға өтейік. Достар, өкінішке орай қайтадан карантин басталды. Барлығымызда кризис, барлығында ақша жоқ. Осыған орай мен сіздерге Avalon Technologies деген сайтты ұсынғым келіп тұр. Бұл Avalon Technologies сайтында сіздер инвестиция жасап ақша таба аласыздар. Бар болғаны 500 теңге салып, күніне өзіңіздің ақшаңыз қалай көтеріліп жатқанын байқай аласыз. Ол жақта сіздің ақшаларыңызбен мықты экономисттер жұмыс істейтін болады.
Мысалы мен өзім кеше 15.000 рубль депозит салдым, және де сол 15.000 рублім уже 17.000 рубльға жақындап қалды. Сондықтан достар, барлықтарыңыз тез описаниядегі Evelyn Technology сайтына кіріп, білмеймін достар, енді кімге қанша 500 теңге болсын, 1000 теңге болсын салып, бір аптаның ішінде оны 2000, 3000 теңге қылып, жай тегін көтеріп алыңыздар. Достар, сіздерге сәттілік. Осындай карантин кезінде үйде отырып ақша табуға мүмкіндік бар сайт тек осы ғана. Сілтемесі төменде. Ал достар, келесі менің кезегім. Мен енді мынаны барлығынан мен отырып шеше келе, ойлана келе жетім таңдаймын. Себебі жетіп келсем, жетті енді жақсы нәрсе болады деп ойлаймын. Жақынырақ тұрсайшы. Ал достар, жетін алайық, аккуратно алайық. Так, 3 шапалақ жейсің дейді. Значит, достар, мен қазір 3 шапалақ жейтін боламын. Міне 7-ші тапсырма. Ол 3 шапалақты маған Асмұрат жегізетін болады. Достар, қызық болады енді Асмұраттың шапалақ қандай екен мен сезе аламын бұны. Нормально. Жей. Давай, қатты сүйре. Слабый ударлар болады еді. Мен үлкен ғой қанша дегенмен. Негізі достар, өте керемет болды. Ал біз енді достар, келесі тапсырманы орындауға көшеміз. Достар, келесі кезек Асмұрат таңдаймын дейді. Енді, қара. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ақ тапсырма қалды, уже 3-ін кетірдік. Ал қайсысын таңдайсың? 8 или 10. 10 да аламын. Давай, 10 алшын бақыр, қандай екен көрейік. Видео біткенше сен мешок деп атаймыз, мешок. Мешок боласың сенім. Достар, жынды тапсырма түсті ғой, ал Асмұрат. Ой, кешір. Ал мешок, сені осы тапсырмамен құттықтаймын. Мешок, келесі тапсырманы мен орындаймын. Ал енше достар, кеттік. Ал достар, келесі мен кезегім. Мұна жақта достар, уже ашық көкіміз 2 заданиеда орындап 3-4 кетті, енді 6 қалды. Яғни 3-3-тен қалды. Да ладно. Мен мұна жақта уже ойлана келе, жаңа 1 таңдадым, 2 7-ні таңдаған болды мен. Ну нахер. Отец. Біз 2-ні таңдайтын деген шешімге келдім, және бұл жақта тісіңді дейді, кетчуппен жуу керексің. Острый чилимен дейді. Ё-майо. Достар, мен ванна комнатаға келдім, оңғайлықтың қасына енді острый чили кетчуп табамағандықтан 3 желание классический алдық. Уайымдап тұрмын. Ё-майо, достар. Достар, кеттік. Қандай өтті? Ё-моё. Қандай өтті? Қандай болып тұрдың? Оранжевый, красный болып тұрды тістері. О, достар, тісімді колгейтпен жуалым қайтып. Енді Асмұраттың кезегі. Мешок, тапсырма таңдасайшы тезірек. Мешок, қандай тапсырма таңдайды екен, маған қызып тұр. Мешок? 3 Мешок, қандай тапсырма таңдайды? 3. Достар, мешок 3 таңдаймын дейік. Достар, әдей жынна деп атқаныңызға қарайшы. Мощный шалбан жейсің дейді. Ё-майо. Ал достар, мощный шалбаға дайынсың ба, Сико? Давай сен бүйтіп бұрылып тұр маған қарай. Мен саған мощный шалбан жейсің. Шеф жүрейін. Ауырмайсың? Кешір шыным. Видео үшін ғой достар. Ничего, видео үшін, подписчиктер үшін барлығына дайын достар. Мен де достар жай өрдім. Ішілі қат тұрман, потому что достар енді өзімді қат тұрмайым ғой. Ал егер де осы тапсырма оңдаған болса, әрине не істеу керек? Лайк басу керек. Бұл тапсырма достар орындалды. Ал енді біз келесі тапсырмаға өтеміз. Достар, мен інім Асмұрат конкурсқа қатысып жатыр. Достар, бізге сіздерден көмек қолдау керек. Ол көмек қолдау қалай десеңіздер, осы видеоның описаниясына мен сіздерге сілтеме қалдырып кетемін. Сол сілтемеге кіріп бар болғаны Серік Асылмұрат деген ашылады. Асылмұраттың өзінің анкетасы, және де сол Асылмұратқа голосовать деген кнопканы басып, сол жерде прослушать запись деп шығады. Сол прослушать записьқа басып, достар, менің ініме голос беріп кетейік. Егер де Асылмұратта ең көп дауыс жиналса, Қазақстанның әдемі балалары деген журналдың бас бетінде обложкасында тұратын болады. Сондықтан достар, барлығымыз Асылмұратты қолдап, давайте достар, максимальный Бексұлтан Серіктің подписчиктері қандай екен көрсетіп, сілтемесі описаниеда. Келесі тапсырма, мен 5-шін таңдаймын, уже дайындап қойдым 5-ші
Ал 5 қандай болады екен? 50 приседания жасау дейді. Достар, оңай тапсырма түсті. Наконец-то маған оңай нәрсе түсті. Ал мен бүйтіп лақтар жері салайын. Ал достар, 50 приседания жасайын. Ал басайын достар. 2000 years later. 48. Достар, екеу қалды. 49. Және соңғы 50. Ох. Достар, уже біраз болып жасым. Аяққа нагрузка деген достар түсіп қалды. Достар, келесі шақ тапсырма қалды, оларды келесі тапсырманы Асмұрат орындайтын болады. Ал, Айшака, қандай тапсырма таңдайсың? Достар, мен жаңа приседанияны әлі шаршаптым. Мешок, қандай тапсырма таңдан келеді сен? Достар, маған мысалы мешоктың выбір қызық болып тұр. Мен бағанадан бері достар байқамай Асмұрат деп жатырмын. Айшака, достар, бұл мешок қой. Ренжімеш мешок, мен сен байқамай Асмұраттың жатырсың. Мешок давай, таңдай. Мешогым менің. Мешогым. Анда. 6. Сені 30 секунд бойы каруселде айналдырады дейді. Оңай ма болсан? Опа. Достар бар енді. Күнде достармен шығып каруселде ойнайсыңдар да сендер? Всегда. Бұл Асмұрат үшін упор емес деп ойлаймын. Ал енді далаға шығып карусел іздеуге кеттік. Ал достар, біз далаға шығып карусел таптық. Ал достар, енді бастайық. Давай. Ща, подожди. Айналдырыңдаршы Асмұрат. Достар, мешок бұл тапсырманы дұрыс орындалмады, себебі даладағы балалар әне қарындаш топырлап, достар. Барлығы шастет адам жындай. Ойнап айтамын, достар. Балаға енді ойнағысы келеді. Бірақ та енді оларға түк айта алмайсың, ойнай берсін, мақұл. Главное, оңай достар, бұл тапсырма оңай. Не считается, бірақ та орындады деп есептей береміз. Ал біз келесі тапсырмаға өтеміз. Ал достар, біз келесі тапсырмаға өтеміз. Асека, что-то қазір енді достар менің кезегім, Станов көрейін. Не етседі. 5 точканан дейді, 5 точка не қылайын? Код. 3 рет сала тебіледі, сондай. Сен дебезің бе? Иә. Ма достар, маған Асмұрат қазір 3 рет сала тебеді болады. Ал достар, енді мен Бекаға 3 салы жасайтын болам, мен барынша қатты қылуға тырысам. Изи достар, изи. Маған бәрі футбол ойнаған боламыз ғой, кезінде салына сал. Ойбай. Десең, достар. Нормально қатты армат енді Асмұратқа бір сала теймін, қызық үшін десең ойнап айтам. Достар, следующий Асмұратқа енді соңғы қағазы қалды. Соңғы тапсырмасы өзін алып, өзін оқып бер камераға қарай. Бір тал шашынды Кесу керексің. Чайшық орындайсың бе, мұны тапсырманы қандай? Бір тал шашыны бітеміз да, кесіп өзім кеспен или өзім кесіп. Жоқ, Бека сен қуасыңнан, маған мен шашын кесем, папам ұрсады ғой. Мен істемеймін бұл тапсырма. Сен істемесе, ұфыласың бесін, маған 5 теңгені әріп қалады. Все, жаңағы 10 теңге, өзім бесім және сен бесім бейкі. Ұттым. Достар, мен жеңіске жеттім. Ал Асмұрат ұтып қалды. Ал достар, егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер, және де астына комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Бексұлтан және Асмұрат. Ал достар, пока тұрычау Асмұратты қолдап, жаңағы мен сіздерге айтып кеткен сілтемемен өтіп, дауыс беріп кетейік. Давайте.